90-шы сабақ құрылымы күрделі теңдеулер әдебиет. Сен құрылымды күрделі теңдеулерді шешетін боласың және теңдеудің көмегімен есеп шығарасың. Бірінші есеп өзара байланысты үш санды тап, сонда сен жазушының аты-жөнін, оның шығармасын және қандай жанр екенін білетін боласың. Мұнда сіздерде Бердібек Соқпақбаев және ағайынды Гриммдер, Крыловтың квартет, Бремен және де тағы да менің атым Қожа шығармасы берілген. Енді осыны біз қазір табатын боламыз. Мұнда 9 көбейту 7 тең 63-ге, 6 көбейтілген 5 тең 30-ға, 32 бөлінген 4 тең 8-ге тең екенін біле отыра. Яғни мұнда мысал квартеттің Крыловтың Крыловтың квартет шығармасы ол мысалға жатады. Және де Бердібек Соқпақбаевтың менің атым Қожа ертегіге жатады. Ал үшіншісі қайда жатады? Повестке жатады. Екінші есеп теңдеулерді шеш. Мұнда бізде 3 теңдеу берілген. X бөлінген 75 бөлінген 5 тең 60-ға, 15 көбейтілген 3 бөлінген X тең 9-ға және K плюс 120 бөлінген 4 тең 500-ге. Есептің шарты бойынша теңдеулерді шештік. X бөлінген 75 бөлінген 5 тең 60-ға, 75-ті 5-ке бөлгенде 15, X-ті 15-ке бөліп тең болады 60 деп жазып аламыз. X-ті табу үшін 60-ты 15-ке көбейтеміз. 60-ты 15-ке көбейткенде 900 санына тең. Ары қарай теңестіріп жазасыздар. Мен тек осылай қалдырдым. 15 көбейтілген 3 бөлінген X тең 9-ға, 15-ті 3-ке көбейтеміз 45, 45 бөлінген X тең 9 деп жазып аламыз. Содан соң X-ті табу үшін 45-ті 9-ға бөлеміз, 45-ті 9-ға бөлгенде 5, яғни X 5-ке тең. Бұны да теңестіріп жазасыздар. Содан соң K плюс 120 бөлінген 4 тең 500-ге, K плюс 30 тең 500, K тең болады 500 минус 30, K тең 500-ден 30-ды азайтқанда 470 санына. Келесі есеп бізде үшінші есеп. Кесте бойынша өрнектер құр және жаз. Мұнда қосылғыш және азайғыштар берілген. Қосылғыш қосындының мәні. Яғни мұнда мен сіздерге түсіндіре кететін болсам, 301 көбейтілген 2 қосылған 230-ға. 301-ді 2-ге көбейткенде 602, 600-ге 230-ды қосқанда неше шығады? Мына жерге жазасыздар. Сол секілді мыналардың барлығын шығарамыз. Содан соң азайғыш. Азайғышта 740 минус шақша ішінде 78 минус 39. Қазір сіздерге түсініктірек болу үшін мен көрсетейін. 301 көбейтілген 2 қосу 230. Сіздер кестеге қарап отырыңыздар. Тең болады 602 қосу 230 тең 932-ге. 35 көбейтілген 0 плюс 404 бөлінген 4. 0 қосу 101 тең болады 101-ге. 960 қосу 560 бөлінген 80 тең 960 қосу 7 тең болады 967-ге. 75 бөлінген 1 қосу 75 бөлінген 3 тең болады 100-ге. Енді азайғыштардың кестесін қарастырайық. 740 минус 78 бөлінген 39 тең болады 738-ге. 2 көбейтілген 402 минус 201 тең болады 804, азайтылған 201 тең 603-ге. Келесі 900 бөлінген 3 минус 5 көбейтілген 11. 900-ді 3-ке бөлгенде 300, 5-ті 11-ге көбейткенде 55, 300-ден 55-ті азайтқанда 245. 23 көбейтілген 1 минус 98 бөлу 98. 23 минус 1 тең болады 22. Келесі есеп 5-ші есеп, 4-ші есеп теңдеулерді шеш. Мұнда бізде 3 теңдеу берілген. Қазір мен сіздерге анығырақ көрсетейін. А бөлінген 15 тең болады 54 бөлу 6 көбейтілген 3. 6-ны 3-ке көбейткенде 18, 54-ті 18-ге бөлеміз, 3 шығады. А-ны табамыз 15 көбейтілген 3. 15-ті 3-ке көбейткенде 45. 55 көбейтілген X қосу 720 тең 710 тең болады 820. 55 көбейтілген x тең болады 820 минус 710. 55 көбейтілген x тең болады 110.
X'ті табу үшін 110-ды 55-ке бөлеміз. X тең 2-ге. Үшінші теңдеу 300 көбейтілген X тең болады 42 көбейтілген 2 плюс 50. 300 минус X тең болады 84 қосылған 50. 300 минус X тең болады 134-ке. X'ті табамыз. 300-ден 134 азайтамыз. X тең болады 166. Келесі 5-ші есеп көбейтіндіні көбейткіштердің квадратына немесе кубына ауыстыр. Өрнектердің мәнін есепте. Бұл есеп бойынша біз былай шығарамыз. 7 көбейтілген 7 тең ол 7-нің квадраты. 7-нің квадраты, яғни 7-ні 7-ге көбейткенде 49. 8-дің квадраты 64. 2-нің кубы 8. 4-тің квадраты 16. 3-тің кубы 27. 9-дың квадраты 81. Алтыншы есеп бөліндінің мәні мен қалдықты тап. Мұнда 59 бөлінген 6. 59 бөлу 6 тең 9, 5 қалдық. 23 бөлінген 4, 5, 3 қалдық. 47 бөлінген 5, 9, 3, 2 қалдық. 70 бөлінген 9, 7, 7 қалдық. 30 бөлінген 4, 3, 2 қалдық. 5 бөлінген 8, 0, 5 қалдық. Келесі есеп бізде 7-ші. Есепті теңдеудің көмегімен шығар. Кітаптың 60 беті бар. Оқушы бірнеше бетін оқығаннан кейін оқылмаған 15 бет қалды. Оқушы кітаптың неше бетін оқыды? Мұнда біз мынадай теңдеумен шығарамыз. 60 тең болады X қосу 15. X-ті табу үшін 60-тан 15-ті азайтамыз. 60-тан 15 азайтқанда 45. Яғни есептің оқушы кітаптың неше бетін оқыды? Оқушы кітаптың 45 бетін оқыды. Оқу залында 17 оқушы бар. Тағы бірнеше оқушы келгеннен кейін барлығы 31 оқушы болды. Оқу залына неше бала келді? X бұл оқу залына келген оқушылардың саны дейік. Яғни 17 қосылған X тең болады 31. X-ті табамыз. 31 минус 17. X тең 14-ке. Яғни оқу залына келген оқушылардың саны 14-ке тең. 8-ші есеп тура теңдігі шығу үшін қажетті жеріне арифметикалық амалдар және жақшылар қой. Және де осы видеоны қарап отырған барлық оқырмандар, оқушылар, ата-аналар сіздерге осы каналға тіркеліп кетулеріңіз сұралады. Өйткені қандай да бір видео шықса сіздерге барып тұрады осы каналдағы видеолар. Және де бір жағынан менің басқа да пәндерден, басқа да сабақтардан, сыныптардан сабақ шығаруға маған мотивация болар еді. Тіркелсеңіздер рахмет. 8-ші есеп бізде жақшаларды қою. Келесі 5 қосу 3 көбейтілген 4 тең болады 17. 3-ке 4-ті көбейтеміз 12, 12-ке 5-ті қосқанда 17. 8 қосылған 2 қосылған 7 тең болады 17. 20 бөлінген 5 көбейтілген 6 тең 24. 12 қосу 3 минус 4, 11. 18 бөлінген 6 қосылған 2 тең 5. 5 қосылған 8 көбейтілген 4 тең 52. Келесі 30 минус 3 көбейтілген 7. 30-дан 21-ді азайтамыз 9. 14-ті 7-ге бөлеміз 2, 2-ге қосамыз 4. 2-ні 9-ға қосамыз 11, 11-ден 3-ті азайтқанда 8.